20 ғасырдағы қазақ поэзиясында өршіліні мен тыршыл жырларымен дараланған саңлақ ақынның бірі Қасым Аманжолов. Қасым Аманжолов 1911 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданына қарасты Қызыл ауылында дүниеге келген. Қасым Аманжолов өз ғұмырында өзіне өлеңнен ескерткіш қойған ақын. Ақынның өзім туралы өлеңі адам өмірінің мәні мен өнер табиғатын көркем жинақтайтын терең мағыналы туынды. Ақын бұл өлеңді шығармашылығының кемелденген тұсында жазған. Өзім туралы өлеңі автордың өз тағдыры туралы ойларынан басталып, кең арналы тақырыптарды көтереді. Олар аға ұрпақ аманаты, келер ұрпақ парызы, адам тіршілігінің мәні, адамгершілік жайы, адамзат тіршілігіндегі жеке тұлғаның мән мұраты, адамның болмыстағы орны, өткінші өмір, уақыт мәселесі, өшпес өнер табиғаты, ұрпақ пен дәстүр жалғастығы, ақынның келер ұрпаққа аманаты терең философиялық толғамдарда көркем сөз образдарымен шебер өрілген.